Ассалаумағалейкум, армағазақ арнамызға қош келдіңіз. Өзгеріс енгізіледі жоспарланып отыр. Министр зейнетақы жинақтарын пайдалану туралы маңызды мәлімдеме жасады. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі зейнетақы қорындағы жинақтарды пайдалану ережесін өзгерістер енгізу туралы жоспарлап отыр деп жазады Алаш.кз порталы. Министр Асқарбек Ертаевтың мәліметінше, биыл сәуір айынан бастап зейнетақы жинағының мерзімінен бұрын алуға қойылатын ең төменгі жеткілікті шегі жоғарыламақ. Бұл бастама халықтың, әсіресе жастардың болашақтағы әлеуметтік кепілдігін сақтау мақсатында қолға алынған. Бұл шешімді қолдануына зейнетақы қордағы қаражаттың жаппай жұмсалуы себеп болған. Ресми деректерге сүйенсек, осы уақытқа дейін қордан алынған 5 триллион теңгенің шамамен 1 триллион теңгесі 20 және 30 жас аралығындағы азаматтар пайдаланған. Министрлік бұл көрсеткіште жас арасында жоғары болуы болашақ зейнетақы төлемдерінің көлеміне теріс әсер етуі мүмкін деп қауіптенеді. Министр Асқарбек Ертаев жастардың қаржылық сауаттылығы менен жауапкершілігін тақтамақ. Жастар болашақ зейнетақысын жұмсаудың орнына алдымен ақша жинақтау қажет деп атап өтті. Министрдің пікірінше, зейнетақы жүйесінің негізгі мақсаты қарттың кезінде қолайсыз жағдайларда қамтамасыз ету, сондай-ақ жинақтардың ерте жастан орынсыз пайдалануды шектеу керек. Жаңа ережеге сәйкес зейнетақы қаражатын алу үшін қажетті минимал шек сайын 10%-дан артық отырады. Бұл шара зейнетақы активтерінің қорда пайдалануын қамтамасыз етіп, болашақ зейнеткерлердің әлеуметтік жағдайын тұрақтандыруға бағытталған. Қазіргі уақытта тиісті заңнамаға түзетулер дайындалып, мемлекеттік органдардың қаралуы ұсынылған. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз, сау саламат болыңыз.